Қайырлы таң, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ашылудың 3-ші күні. Кеше алдың күні қандай өзгерістер болды, сол жайлы мен сіздермен қысқаша ғана бөлісіп кетейін деп шештім. Кеше кешкісін менде басым ауырды. Жалпы ашылу кезінде адамның басы қатты ауырады. Егер сіздің ағзаңыз шлак токсиндерге толып қалса, басыңыз мүлдем қатты ауыруы мүмкін. Бас ауырудың бірнеше себептері бар. Оның біріншісі токсиндердің қанға өтуінен, екіншісі өтіңіздің дұрыс тамбауынан. Жалпы адам тамақтанған кезде оның өті үнемі тамып тұрады. Ал қазір біз бірақ мезгіл тамақтанып жатқаннан кейін өттің функциясы тек азанғы кезде ғана. Сол үшін азанғы уақытта біз полноценный дұрыстап тамақтану керекпіз. Бұл системаның өзінің маңыздылығы сонда. Азанғы уақытта сіз өте дұрыс тамақтану керексіз, және оның ішінде сіздің жирный кислотаңыз болу керек, белогыңыз міндетті түрде болу керек. Белоктың источниктерін қарап білсеңіздер, ол жерде белоктың бізге ақуыз ғой, белок деп атқанымыз, адамға берер, денсаулыққа берер пайдасы өте көп. Чем глютенге қарағанда белокты жеу арқылы адамдар арықтап жатады. Ал екіншісі, бұл өттің айтмай, екіншісі бұл жаңағы токсиндердің қанға өтуінен. Токсиндер деп атқанымыз ағза тамақты ағзаға түсіреді, сосын кейін ол дұрыс қорытылмаған тамақтар шектің түбіне барып жата береді бүрге. Ал қазір біз жаңағы детоксты бастап тамақты аз жеп жатқаннан кейін ағзаға энергия керек қой. Ол сол кезде жаңағы жылдар бойғы жинаған токсиндерін шектегі соның бәрін көтеріп энергияға айналдырады, оны қорытады. Сол көтерілген кезде токсиндер бүкіл шлак токсиндер қанға өтеді. Осы кезде мен сіздерге айтам, полисорб ішіңіздер деп. Себебі полисорб ішкен кезде ол ағзадағы токсиндерді, уыттарды басады, және оны біздің ағзамыздан шығарып жіберуге көмектеседі. Сосын кейін бір плюсы, бұл жерде біз үнемі су ішкен кезде ағзаның 80-90% судан тұрады. Даже біздің миымыздың өзі судан тұрады. Осы су ішу процесі сіздің тазалануыңызға ең бірден-бір жақсы көмектеседі. Сол үшін де суды үнемі бір ішкен кезде 1 литрді ішіп тастау емес, бір ішкен кезде 2-3 глотоктан, но әр сағат сайын жылы су міндетті түрде ішеміз. Мұздай су ішуге болмайды. Енді шөліңіз қанбай жатса, мүмкін сәл комнатный температурадағы суды ішсеңіз болады. Осыны айтқым келген. Алда әлі бірнеше күн бар. Сәттілік сіздердің барлықтарыңызға.